Амансыздар ма, қалдарыңыз қалай? Өткенде наурыз айында жол түсіп Сарыағашқа демалысқа барғанда ар жағынан саяхатпен Өзбекстанға бардым. Таң қалдым. Өте керемет таң қалдым. Біріншіден көшелерінде үнемі бірыңғай десем болады. Бірыңғай өздері шығаратын көліктер. Енді жаңағы Шевролесі бар, Нексиясы бар. Өздерінің көліктері көбінесе енді бір 95% шығар енді. Кездеседі арасында. Жарайды. Мені таңғалдырған бала мен бала, үлкен мен кіші, ерлі зайыпты, ата мен әже, әже мен бала, енді түсіндіңіздер. Бір басқа тілде сөйлеп бара жатқан жұп, топты көрмедім ғой. Барлығы өз тілдерінде сөйлеп бара жатыр ғой. Басқа тілді мен мүлдем естімедім. Қалай таң қалдым, қалай қызықтым оларға. Прям қызғанып қызықтым. Осылай сөйлеуге болса, мен солай деп айтайын. Қызғанып қызықтым ғой. Бала мен бала, кішкентай, оқушы балалар, велосипед теуіп бара жатқан балалар, жасөспірім қыздар мен жігіттер, өз тілдерінде тап-тамаша, ешқандай былапыт сөз естімейсің. Шынымды айтып отырмын. Осыған өте қызықтым. Шіркін-ай деп. Шіркін-ай, біздің Қазақстанға да осындай күн туа ма екен деген үміттемін. Қазақша сөйлейік. Жастар, замандастар, өз тілімізді аялайық. Бізден басқа өзіміздің тіліміз ешкімге де керек емес. Мен негізі өзі орыс тілінің маманымын. Бірақ қазақ тіліне жаным ашиды. Жаным ашиды. Қазақша сөйлейік. Қазақша сөйлейік. Одан жаман болмаймыз.